Ал қожаларға келетін болсақ, бұл қожалар әкелері араб, аналары қазақ. Қазақ даласында уақытында сол Мұсlim ибн Құтайб деген қолбасшы әскерді алып кеп, мына көрші жермен соғысты ғой, Қытаймен. Сөйде біздің қазақ бабаларымыз да арабтарға болысып, сол соғысқа қатысқанбыз. Атлақ шайқасы атақты. Кейін сол арабтармен жаңағыдай Мәмінеге келіп, кейін арабтармен әңгімелескен кезде, олардың жаңағыдай ұлтын дінін сұраған кезде, олар мұсылман екендігін айтқан. Кейін біздің ата-бабаларымыз сендердің діндерің не нәрсеге шақырады деген кезде, олар Ықылас сүресін айтқан екен сөзінде. Аузубиллахи Қул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Садақаллахул азим. Айт, оларға Алла жалғыз, Алла мұңсыз деп айт, ол туылмаған, туылмаған, Алланың теңдесі жоқ деп Ықылас сүресін айтты. Сөзі біздің ата-бабаларымыздың айтқаны, біздің Тәңір деп жүргеніміз Алла екен ғой деп айтқан. Соған дейін бізде қазақ даласында жалпы Алла деп айтатын ешкім болмаған. Ата-бабаларымыз сол арабтарды ұстаз ретінде алып қалып, дін үйретіңдер бізге деп қыздарымызды беріп, солардан дін үйренгенбіз. Жаңағы арабтардан. Олардан туылған балалар жаңағы 44 руға кірмейді. Оларды қожа деп құрметтеген. Қожалар. Енді ол кезде қожаларға ғана қыз беріп, қожадан қыз алып жатты өздері. Неге? Өйткені ол сауатты, сол дін саласында әрине, дін саласындағы сауатты отбасыдан шыққан қыз әлі сауат ислам дінін біле алмай жатқандықтан, өйткені хаққысын ислам бойынша әлі бере алмайды ғой. Жаңа 44 рудың ішіндегі балалар деген сияқты қылып, екіншіден жаңа қазақ ата-бабаларымызда ол ұстазға деген құрмет, олардың қызын сұрауға ұялды бұлар. Ұстаздың қызы ғой. Деп осындай құрметпен қожеке болды. Ал шариғат бойынша болса, қожаға қыз бермек, қожадан қыз алма деген нәрсе жоқ. Ондай жоқ. Бұл бәрі құрметпен басталынған еді. Ол баста. Бірақ біртін келе қарасақ, қожалар баяғы өздерінің миссиясын ұмытып кетті. Олар негізінде діни миссионер болып келді біздің елімізге. Кәдімгі дінді тарқатты олар. Қазір қожаларға қалса біреу ән айтып жүр, секіріп. Бір қожекең тағы бірдеңені істеп жүр. Мен айтамын оларға, кейде баяғына ата-бабаларың қазір тіріліп келсе, сендерге дүре соғады деймін. Өйткені сендердің істейтін жұмыстарың сендер істемеді, біз молда болып кеттік деймін. Негізгі мінберде отыратын солар. Негізі сен мінберде отырың керек еді. Өйткені ислам дінін сендер алып келдіңдер бізге. Алла разы болсын ата-бабаларыңызға. Біз үйрендік оны. Бірақ сендер өздерің миссияларыңды орындамадыңыздар да қазір. Тастап қойдыңдар да, ән айтып кеттіңдер деймін. Тағы бірдеңе дүниемен кірісіп кеттіңдер. Сөйтесіңдер де, біз қожамыз, біз ақсүйекпіз деп, жаңағыдай артық кетіп қаласыздар деймін. Жоқ, ол дұрыс емес. Ондай ақ сүйек, қара сүйек деген мәселе жоқ. Бәріміз адам баласымыз. Каррамна бәни адам дейді Алла тағала, біз адам баласын құрметті жаратқанбыз. Адамның баласы ол құрметті. Енді ол да көрдіңіз бе, жаңағыдай кейбір дұшпандарымызға бұл да өте бір жақсы құралға айналып кетті. Қазақты онсыз дағдырату керек болды. Сол 44 руымызды бір-бірімізге салуға жақсы құрал. Оның ішінде жаңа қожаларға төре қылып тағы бөліп алып, тағы да соққыға салуға, ішімізге араңдатылып салуға бұл да жақсы құралға айналып кетті қазіргі заманда. Оны жаңа айтылғандай, әлі несін, тарихын білмей тұрып, адамдар оны басқаша қабылдап кетті. Мысалы, әр сөздің өзінің мән мағынасы бар ғой. Мысалы, мынандай сөз бар. Молданың айтқан істе, істеген істемейді. Оны адамдар деңгейіне қарай түсінеді осы сөзді. Көбісі буквально. Мен сұрайым да соны. Қалай түсінесің деген түсінік бар оларда. Яғни молданың айтқан істе, істеген істемейді. Қалай түсінесіздер деймін. Молда деген ғалым деген сөз. Имам ғұламаларды уақытында молда деп осындай терминмен жасырды ғой. Бізде бүйтеді ғой енді, оны ұстаз жаңа түсінікті болу үшін айтып кетейін. Бір енді кемшіліксіз адам болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі жаңа хадистерінің бірінде күллі ибн адам хатта, әрбір адам баласы қателесуші, ең хайырлы, абзал адам сол қателігін мойындап тәубе еткен деді ғой. Ол молда болсын, мейлі имам болсын, кім болсын, әрбір адам кемшілік болғаннан кейін кейде бір жерде жіберіп қояды. Соны көріп болады да, мінекей сол себепті айтқан, сол кемшілігін көріп та, имамның жаңа молданың кемшілігін көріп, имамның айтқан істе, істеген істеме деген осы деп шығады ғой біздің қазекең. Оны тікелей осылай түсінді да, мысалы.
сол үшін жаңа айтқандай әрбір айтылып жатқан қазақтағы қолданыста жүрген сөздің әрқайсысының түп тарихы бар, иә, мән мағынасы бар. Оны дәл сол күйінде қазір қабылдап сөйтіп айтылған ғой деп кете берсек, онда біз адасып кетеміз, біздің ұсақталып кеткеніміз дәрежеміз бұл. Сол үшін қожа бола ма, ол жаңа айтылғандай өзіңізде басқа 44 рудың ішіндегі кісілер бола ма, шариғат тұрғысынан қараған кезде ешқандай ол жерде проблема жоқ. Өйткені мен артықпын, менен сен кемсің деген сөз жоқ ол жерде. Бәлкім жаңа айтылғандай сол мұсылман болса, иманды болса, әрине ол қазіргі күнде осы дерттен арылу керек. Өйткені жаңа айтқандай сол қожекеңдер аман болсын, бірақ олардың өзі баяғы ата-бабаларының несін қазір көбісі тастап қойды. Қаншасы намаз оқымауы мүмкін, басқа қылмауы мүмкін, бірақ құр сөзбен ұрандата беруге болмайды. Қожалар тек қана қожаға қыз берем, қожадан. Мен бір досым білем, біраз жыл үйлене алмай жүрді. Өйткені ол кісінің әжесі рұқсатын батасын бермей жүрді. Қожалар да кісілер. Үйленсең, қожадан үйленесің. Енді бір досым кеш үйленді сөйтіп жүр. Иә. Енді ана жігіттің қожадан ала салайын десе, көңіліне ұнайтын қыз таппай жатыр. Көңілінен шықпайды. Иә. Ұнайтын қыздың бәрі 44 рудың ішінде жүр. Басқа алайын десе, мына жақтағы туыстары көнбей жатыр. Сондай бір қиын, қараға қыз бермеймін, қарадан қыз алмаймын. Жоқ нәрсені кейде өзіміз үлкен қыз береміз да. Сол үшін ешқандай ондай сөз жоқ. Қыз берме, қыз алма деген. Мұсылман ба, ол алыс беріс болады міндетті түрде. Бірақ ол жаңағы айтылғандай, қожамыз деп нетіп жатса, әрине нұр үстіне нұр, қайттан олар өздерінің несін жалғастырса, соған лайықты жүрсе деймін бұл кісілер. Әрине біз қазақ халқы, жаңа 44 ру, әрине біз құрметтейміз. Иә, өйткені олар ұстаздардың ұрпақтары деп құрметтейміз. Бірақ оны лайықты жүре алмаса, онда жаңағыдай артық сөйлеуге болмайды деген. Енді бәріне топырақ шашпаймыз ғой, ішінде сондайлары бар да, содан кейін айтып жатқаным айтсам, қожекеңдердің ішінде дінге де қызмет қылып жүргендер жоқ емес, Аллаға шүкір.